Асқар тауымыз болған асыл әке, биылғы жазды сенсіз қарсы алдық. Бәрі асыға күтетін жыл мезгілі бізді әдеттегі ерекшелігімен қуанта алмады. Анығын айтқанда бойымыздағы мұң қайғыны жуып шая алмады. Қайран, әке өзіңізбен өткізген күн шуақты кездер-ай, дейміз осындайда. Уақыт дөңгелегі алға жылжыған сайын сізге деген сағыныш еселеніп, қимастық сезімнің тұтқынына айналдық. Жақсы әке балаға 100 жыл азық деген. Осыны ақылдың дәлелі біздің ардақты әкеміз еді. Оның ұрпағына қалдырған өнегесі, еліне жасаған ізгісі ұшан теңіз. Өмір жолы да өзгелерге үлгі. Тарқатып айтар болсақ, отбасының тірегі, адал жар, қимас бауыр, балаларының асыл әкесі, немере жиен шөберелерінің сүйікті атасы. Молдашев Бақтыгерей 1948 жылы Құрманғазы ауданы Кудряшев ауылында дүниеге келген. Ру Сасай Байбақты, әкесі Бекқалиев Бақыт пен анасы Молдашева Бағиланың шаңырағындағы тұңғыш перзент. Үйдің үлкені болғандықтан өзінен кейінгі Сағат, Қанат есімді інілеріне қамқор болып өсті. 1955 жылы Құрманғазы ауданындағы Крупская орта мектебінде оқып, 1965 жылы аяқтады. Сол жылы Қазақ политехникалық институтына оқуға түсті. Осы оқу ошағында белсенділігімен көзге түскен студент білім ала жүріп, әскери кафедраның аға лейтенанты лауазымы қызметінде ойдағыдай атқарды. 1970 жылы дипломы қолына тиісімен Атырау мұнай өңдеу зауытына қабылданып, мамандығы бойынша еңбек ете бастады. Білімін тәжірибемен ұштап, бар ынта жігерін сүйікті мамандығына арнаған ол, өзінің табандылығы мен еңбекқорлығының арқасында қарапайым стажерден аға инженер-механик дәрежесіне дейін көтерілді. Аталған зауытта қызмет еткен 9 жылда жан-жақтылығымен, тәжірибесінің молдығымен, ұйымдастырушылық қабілетімен ерекшеленді. Нәтижесінде өз ісінің хас шебері, білікті маман 1979 жылы Қаз жылу изоляция тресінің бас инженері болды. Осы мекемеде 3 жылдай абыройлы еңбек еткен Бақтыгерей Молдашев кейін Қазпромтехмонтаж тресінің жоспарлау техникалық бөлімін басқарды. 1996 жылдан бастап Алматыдағы Петротал компаниясының Атыраудағы бизнес өкілі қызметін атқарды. Өңірдегі тамаша Атырау сауда орталықтарының, ТШО, Шеврон кәсіпорындары, басқа да белді нысандарға автоматты есіктер мен шлагбаумдарды қондыру, жөндеу қызметін көрсетті. Осында еңбек жолының әр белесін абыроймен өткізіп, 2011 жылы зейнетке шықты. Адам ұрпағымен көрікті, үлгілі отбасымен бақытты. Бұл ретте әкеміз Бақтыгерей, анамыз Ақзиза Жағыпар қызымен 49 жыл отасып, ұрпақтары жанұясының қамы, қоғамның дамуы үшін тынымсыз еңбек етті. Анамыз екеуі Гүлжан, Марат, Жанна есімді 3 перзент тәрбиелеп, олардың жоғары білім алуына қолдан келген көмегін аямады. Өрісі кеңейіп, құда-құдағайлармен сырлас, сыйлас, тату болды. Бүгінде ұл қыздарынан өрбіген 4 немере мен 3 шөбересі бар. Міне, осындай баянды бақытқа жетіп, ғұмырын еңбекпен өрген өнегелі жан 2021 жылы шілденің 10 күні 70-тен асқан шағында дүниеден озды. Бұл пәнеде темір өзекті пенде жоқ, өлмес адам елде жоқ. Бірақ әкеміздің арамызда жоқ екеніне сену қиынның қиыны. Ол әулетіміздің ақылшысы, алтын діңгек еді. Енді міне төрдегі орны үңірейіп, ойсырап тұрғандай. Көр алмай күлімдеген жүзіңізді, мөлдір жастар кірпіктерден үзілді. Жан әкешім өзіңізден айырылып, жоғалттық-ау сол бір әсем кездерді. Сағыныштан жапырақтай сарғайдық. Сағым болған жан әкешім жан қайғым.
елес болдың ортамызда ғайып боп, жырымызды өзіңізге арнаймыз. Жүзің жылы, жомарт жүрек шуақсың, сіз кеткенде құлағандай мұнаршың. Ұрпағыңды қорған болып демей көр, мекен етіп мәңгі төрін жұмақтың. Өзекті тербер осынау өлең жолдарын төгілте отырып, жарқын келбетіңізді, арамызда жүрген сол бір шақтарды көз алдымызға елестетумен, өзіңізді сағынумен келеміз. Әрдайым ағайынның амандығын сұрасып, туыстарының қуанышында, қайғысында бөлісе білген, ақылы теңіз, парасаты биік әкеміздің жоқтығы қабырғамызға аяздай батады. Молдашев Бақтыгерейдің ұйымдастырушылық қабілеті тек қызметінде емес, отбасында да, ағайын ортасында да айқын көрініп тұратын. Сол қасиетімен тума-туыстың, дос-жаранның, ауыл-аймақтың сыйлы, беделді азаматы болды. Талай отбасыға құда боп, қуанышты тойлардың төрінде отырды. Екі жаққа дәнекер болып, көптеген жастардың жақсы жанұя құруына себепші болды. Қадірлі досым Бақтыгерей, сен мынау жалған өмірді тәрк етіп, бақи дүниеге мақсарға бір жолата аттанып кете барғаныңа 1 жыл болып қалыпты. Зырлап өтіп жатқан уақыт иірімінде тірлік күйбеңімен 1 жылды өткізіппіз. Арамыздан сен кеткелі өзіңсіз өткен 1 жыл. Алайда сенің жарқын жүзің, байсалды мінезің, зілсіз әзілдерің әрқашан ойымызда. Бірқатары күні кешегідей көз алдымыздан елес болып өтіп жатады. Болмысың бөлек еді-ау, қадірлі дос. Бойыңа біткен сабырлық, азаматтық биік ұстаным, парасаттылық, адамгершілік пен көркем кісілік келбет өзіңнің дара тұлғаңды әрқашан айқындап тұрушы еді. Осындай сырбаз қалпыңмен бірге өскен құрбы-құрдастардың, мектептес достардың, парталастарыңның ортасында қашан да сыйлы едің. Өзіңнің көпшіл жомарт мінезіңмен бәрімізді жаныңа жақын тартып, әрқайсымыздың жүрегімізге жол таба білуші едің. Қандай да бір мәселе туындаса, дос құрбылардың өзіңмен сырласып, ақыл сұрайтын. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, құрметті ағайын, туысқандар, құда жекжат, дос жарандар. Мынау зымырап өтіп отырған уақытта бүгінгі күні Бақтыгерей жездеміздің 1 жылдық қадесіне келіп қалыппыз. Осы жағдайда отырып, апамыз Ағзизаға, бала-шағасына қайғырып көңілімізді айтамыз. Ағайын туысқанның алдында да, біздің үлкендеріміздің алдында жақсы күйеу бала болып білдіңіз. Біздерге жақсы жезде болып, жезде болған атақ болғанмен алдымызда үлкен ағамыздай болып, әрбіреуіміздің үйімізде болған қуанышта, кейбір қиыншылық кездерде де жақсы ақылыңды айтып, жөніңді сілтеп, әрдайым да қасымыздан табыла білдің. Сол үшін сізге біз дән ризамыз, рахметімізді айтамыз. Қадірменді ағайын, өмірден өтті деуге сенің келмейтін, келмеске кетті деуге көңілің қимайтын қазалар болады. Соның бірі өткен жылы болған менің 60 жылдан бері таныс, жолдас, соңы достыққа айналған Бақтыгерей Бақытұлының қазасы. Міне досымның бұл бәледен бақилыққа аттанғанында да жыл толып қалыпты. Ажал басы жұмыр пенденің бәріне ортақ нәрсе десек те, сондай достан қапыда айырылу жүрекке жүк, жанға жайсыз екен. Соның ішінде жүрегі таза, еңбекқор, адамгершілігі мол, жолдасқа, досқа, көмекке дайын тұратын азаматтың орны бөлек. Әр азаматтың қоғамдағы әріптестері мен замандастары арасындағы орны жарық дүниеге қанша жасаған емес, атқарған ісімен адамгершілік қасиеттері, іскерлігі, еңбекқорлығы, адалдығы, әділдігі сияқты қасиеттерімен өлшенсе, мен бәкеңді ақылына, алғырлығы,
Біліміне біліктілігі, достығына дархандылығы, кеңдігіне кемелділігі сай келетін бір туар азамат ретінде танимын. Әкеміздің тағы бір ерекше қасиеті кез келген іске аса жауапкершілікпен, ұқыптылықпен қарайтындығы. Әрқашан алдын ала жоспар құрып жүретіндігі. Соның арқасы болар, Аллаға шүкір, өмірінде көптеген оң нәтижелерге қол жеткізді. Оның бастамасымен өткен әр шара жұмыс болсын тиянақтылығымен қуантатын. Ол сондай-ақ жүрген жерінде дос жаранмен, ағайынмен әңгімесі де, әзілі де жараса кететін көпшіл ортаның адамы. Сол қалжыңның өзі ортасына әдемі күлкі сыйлағанмен әдептіліктен еш аспайтын. Осындай сырбаз, мәдениетті, сабырлы мінезі әкеміздің азаматтық тұлғасын қашанда асқақтатып тұратын. Өмірінің соңына дейін тайғұлындай тебіскен сыныптастармен, студенттік шақтарды бірге өткізген группаластарымен үнемі араласып құраласып тұрды. Бақтыгерей Молдашев жастайынан спорттың бірнеше түрімен шұғылданған. Атап айтсақ, бокстан спорт шебері болған. Қысқы суда жүзумен айналысқан. Күн сайын Жайық өзенінің жағасында 15-16 шақырым қашықтықта жаяу жүретін. Міне, біз оның осындай жақсы дағдыларын көріп, бойымызға сіңіріп өстік. Құстар сайрап, гүлдей жайнап тұрса да жаз. Көңілімізді тербейді мұң шерлі саз. Қанша жерден күлімдеп тұрса да күн, қамығып жүр жанымыз қар құрсаудан. Жабырқадық жадыратпас жазымызда, болмаған соң әкетай жанымызда. Ну ормандай саялы бәйтерегең асыр салып өсібек бауырыңызда. Жанарлардан жасымызды тия алмай, жүрміз әке бақиға сізді қия алмай. Құран оқып еске алу қолдан келері, жаныңыз тапсын жанаттың төрінен жай. Әкеміздің артында ұстамы жақсы ұрпақ, қабырғаны қайыстырған қимастықпен Алатаудай сағыныш қалды. Өмір керуен көшінде дүниеге ұрпақ әкеліп, оларға үлгі өнеге болардай із қалдырған аяулы жанның жарқын бейнесі әрдайым ұрпақ жадынан өшпейді.